Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз фунчоза салатын дайындаймыз. Менің каналымда жаңадан болсаңыз, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сонымен біз бастаймыз. Бізге қажетті заттарды экранда жазып қалдырдым. Бұл рецепт өте жылдам дайын болатын рецепт. Алдымен лапшасын дайындап аламыз. Біраз қасық тұз салып, қайнап тұрған суымызға кеспені салып, 2-3 минуттай қайнатып аламыз. Көп қайнату қажет емес, езіліп кетеді. Осылай мұздай суға піскен соң алып шайқап, салқындатып аламыз. Бізге қажетті ет, ұсақтап туралған чеснок, болгар бұрышы, ұсақтап туралған сәбіз, пияз, және де осындай соус менде арнайы фунчозаға арналған супермаркеттерде бар, соевый соус тағы да. Қазанымызға майымызды құйып, еттімізді салып, кішкене қызарғанша қуырамыз. Үстінен соевый соус құямыз. Біраз қасықтай жеткілікті. Осылай кішкене қазанымыздың бетін жауып, кішкене демдеп пісіріп аламыз етімізді. Өте қатты қуыру қажет емес. Сонымен пиязымызды саламыз. Пиязды да өте көп қуыру қажет емес, кішкене қуырылған жеткілікті. Болгар бұрышымызды салып, оны да қатты отта пісіріңіздер, барлығаны қатты пісіп кету қажет емес. 1-2 минуттай жеткілікті. Сәбізімізді де дәл солай салып, сәбізді қатты қуыру қажет емес, саламыз, 1-2 араластырып, үстінен сарымсағымызды езіп саламыз. Сонымен үстіне жаңағы заправка жасауға арналған соусымызды құямыз. Барлық супермаркеттерде бар, арнайы фунчоза үшін. Бұны барлық қыздар біледі деп ойлаймын. Осылай үстінен құйып, 1-2 араластырып, кішкене қасықта қалауыңызша тұз саласыз. Осылай үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Фунчозамызды 1-2 жерінен кесіп жіберіңіздер, өйткені жақсы араласпай қалуы мүмкін. Осылай, барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.